Енді екінші тақырыпты айтамыз. Ол мынау Жасылбай Зеленскийдің бүкіл дүние жүзін таңырқатып, аяқ астынан Англияға сапарлай баруы, Ұлыбританияға сапарлай баруы. Және оның бұл жолғы сапарлауы өте бір дүние жүзін таңырқататын, бүкіл Еуропаны таңырқататын, бүкіл адамзат баласын таңырқататын таңғажайып оқиғаларға толы болды. Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Енді екінші лекциямызды жаңа сіздерге аударып берейік. Бұл лекциямыз сәл тіке аударма болғандықтан телефонға қарап отырып аударамыз. Бұл енді Владимир Зеленскийдің Zelensky makes wings for freedom clear in surprise UK visit to push case for fighter jets дейді. Fighter jets, жет деген жет ұшақ, анау бүркетін, жаңағы кәдімгі артынан от бүркіп ұшатын, өте жылдам ұшатын, ауа жаңағы дыбыстан жылдам ұшатын, соны жет дейді. Fighter деген жаңағы бомбалаушы, күйреткіш ұшақтарды айтады. Zelensky wings for freedom дейді. Бұл енді мен бұнан кішкене түсіндіріп жіберейін. Бұл мына кімнің CNN-нің ақпараты. Zelensky makes wings for freedom clear in surprise UK visit to push case for fighter jets дейді. Бұл осы 8 февралда 2023-те соңғы ақпаратында Зеленский бұл жерде Англияның заң жасаушыларымен, біз айтқанда депутаттармен кездесіп, ол соның басшысымен кездескенде кәдімгі Украин ұшқыштарының басына киетін жаңағы басына киетінді не деуші еді қазақшада? Дулыға дейміз ба? Дулыға дейікші міне. Дулыға дейміз ғой, басқа киіп алады. Каска деп қойды ғой осылар. Қазақтар енді бұрынғы батырлар басына дулыға, сауыт сайман киеді жаңа. Сол Украин ұшқыштарының басына киетін дулығасын Англияның лаумейкерлеріне тапсырып, заң жасаушыларына тапсырып, бізде еркіндік бар еді, енді оны қорғау үшін қанат керек деді ғой. Мына сөзі керемет. Бізде еркіндік бар еді, оны қорғау үшін қанат керек дейді. Міне. Speaker of the House of Commons Lindsay Hoyle is present with pilot's helmet by President Zelensky дейді. Міне, президент Зеленский кәдімгі мына жерде міне тұр міне. Мына қалай мына жарқырап кетті міне. Мына ұшқыштың ұшағын беріп отыр. Міне, helmet деген кәдімгі дулыға баста киіп алатын, ұшқыштар басына киіп алатын. Соны міне бұл спикер House of Commons. Common House-тың жаңағы спикері Lindsay Hoyleге тапсырып отыр. Бұл енді өте бір керемет құбылыс. Одан кейін бұл мақаланы енді мен сіздерге қысқашалап аударып беремін. Зеленскийдің Англияға тұтқиыл сапары бұл жаңағы соғысушы ұшақтардың тақырыбын алдыға көтере түсті. Және еркіндіктің қанатын сұрап келді. Еркіндіктің қанатын сұрап келді. Мен енді бұл ақпаратты сіздерге қысқаша аударып жіберейін. Украин президенті Владимир Зеленский сәрсенбі күні аяқ астынан бүкіл жұртты таңырқата отырып, Англияға сапарлай келді. Ол Еуропа елдерінің астаналарына ешқайда жарияламаған күйде тұтқиылдан жасаған осы бір дипломатиялық сапарының алғашқы барысында ол Лондонды сұрапыл бір таңырқауменен Лондонды сыпырып кетті. Тіпті Англияның заң жасауларына өте күшті, өте қуатты бір ақпаратты жеткізді. Орыстар Украинаға шабуыл жасап бір жылға таяған кезде бұл Зеленскийдің екінші реткі шетелге сапарлай шығуы. Ол Англияның жаңағы екі парламент сенатында сөз сөйледі, және бұл осы барыста ұлттық мақтаныш сезімін өте шебер түрде көтерді, және бұл осы барыста ол өте ұқпұсас уақытта өте ауыр сипатта қарулардан көмек сұрайтындығын ашық жеткізді. Бұл қарулардың ішінде жаңағы fighter jets дейді. Яғни артынан от бүркетін ұшақтар және бомбалаушы ұшақтар. Былайша айтқанда анау кішкентай бір адам ғана айтатын құрттай ұшақтар бар ғой, білесіздер, оны жаңағы жойғындағыш ұшақ дейміз ба, қазақша айтқанда соғысушы ұшақтарды сұрайтындығын білдірді. Ол былай айтты: Лондон соғыстың бірінші күнінен бастап Киевпен бірге деп айтты. Тіпті соғыс бастала салған алдыңғы бірнеше секундта, алдыңғы бірнеше минуттың өзінде Лондон Киевпен бірге болды деп. Ұлыбритания бүкіл дүние жүзі тіпті бұған қандай реакция көрсетуді білмей тұрған кезде Ұлыбритания сен бізге көмек қолыңды создың деп айтты. Мынау дипломатияда бұндай әдемі сөздер өте сирек қолданылады, естеріңізде болсын. Зеленский адамдардың жүрегін аштатын және өте шеберлікпен жоспарланған бір қарекетті көрсетті. Ол Украин ұшқыштарының басына киетін дулығасын Англияның спикеріне тапсырды. Және ол айтты: бізде еркіндік бар еді, енді сіздер бізге қанат беріп, оны қорғауға көмектесіңіздер деді. Бұл енді таңғажайып сөз. Бұл дипломатияда өте керек сөз. We have freedom, give us wings to protect it.
We have a freedom. Бізде еркіндік бар. Give us wings. Wing деген қанат. Бізге қанат беріңіздер. Оны қорғауға. Бұл енді өте керемет болды. Бұл сөз енді жаңағы бұл House Commons'тардың жаңағы қауым палатасының басшысына Линдсей Хойлеге айтқан кезінде осындай сөз айтты. Бұл енді өте бүкіл былайша айтқанда медиадағы бүкіл дүние жүзін таңырқатқан адамның жүрегін аштатын дейді. Жүректі аштатын және өте керемет жоспарланған әрекет болды. Бірақ Зеленский және оның командасының осындай бір дипломаттардың өзі таңырқайтын, тіпті батыстың тіс қаққан жаңағы сайтал саясаткерлердің өзі таңырқайтын бұндай бір қарекеттері қазір дүние жүзінде аңызға айналып тұр. Аңызға айналып тұр. Өткенде Америкаға келді, не киді? Кәдімгі анау мынандай жағасы жоқ, кәдімгі жағасыз сары әскери жейде киіп келді. Ол қандай бейресми кездесулерде келді. Мысалы біздің өзіміз, енді біз үлкен Зеленский сияқты үлкен мәртебеде емеспіз, біздің өзіміз Американың саясаткерлерімен кездескенде, Американың саясаттанушыларымен кездескенде, конгрессмендермен кездескенде, костюм, шалбар киіп, галстугымызды тағып қылғынып аламыз. Тіпті қонақ үйлерде жай кофе ішуге, таңғы шай ішуге шақырады, бейресми кезде. Соның өзінде де қылғынып аламыз, себебі жаңағы бір кездесулер болады, фотолар болады, жаңағы кейбірін жариялап, кейбірін жарияламаймыз. Сонда қылғынып тағып аламыз, тастай қатып киіп жаңағы. Оның өзі неге? Ол бір қалыптасып қалған дипломатия болды. Бірақ Зеленский өйтпейді. Зеленский өйтеді. Зеленский олдан бұрын жаңағы Англияның патшасымен кезіккенде, әйел екеуі барғанда, соғыс болмай тұрған кезде костюм шалбар киіп тастай қатып барған. Бірақ Америкаға және Англияға барғанда, алдыңғы жолы Америкаға келіп, бұл не күтті? Патриоттық әуе кеңістігін қорғау жүйесін сұрап кетті. Америка беретін болды, бірақ әлі берген жоқ. Енді осы жолы Англияға барып, ұшқыш, яғни файтер джетті сұрап жатыр. Енді қараңдар, оның барлығында ол жағасыз футболка сияқты жағасыз жейде киіп отыр. Жағасыз жейде. Бұл бейресми жейде. Және оның реңі әскери рең. Түсі әскери түс. Ал осы арқылы Зеленский батысқа нені білдіріп отыр? Нью-Йорк Таймстағы мақаланы мен сіздерге жаңағы қысқаша оқып берейін міне. Володимир Зеленский meets King Charles III in a sweat shirt дейді. Sweat shirt деген былай қазақша айтқанда терлік. Shirt деген жейде, sweat shirt. Былайша айтқанда терлікпенен, денеге кие салған жағасыз терлікпенен патша Чарльз 3-пен кезікті дейді ғой. Патша Чарльз 3-пенен кәдімгі терлікпен кездесті дейді. Мына енді мына Қазақстанда мына орыс тілінен қабылдаған атау бойынша майка деп қояды ғой, кәдімгі жейденің ішінен киетін, жағасы жоқ. Оны қазақша терлік дейді. Терлік деген қазақтарда мына әдемі жейденің ішінен немесе соның ішінен киетіндерді айтады. Және терлік деп мына жақсы бір сыйлықтың, жорға аттардың жаңағы ер тоқымын астына сол ана ер тоқым, қымбат ер тоқым, соны жаңағы бір ер тоқымға аттың тері өтпесін деп, екіншісі ана терлікті ауыстырып отырады. Қатты жүрсе онда ат терлейді ғой. Сонда терлікті ауыстырып отырады. Естеріңізге салайық, бұрынғы ат мінген қазақтарда терлікті алып, жаңағы атқа байлап қойып, желмен кеуіп кетеді, екінші терлік салып ауыстырып отырады. Және ол атты ана ер қажамайды, әсіресе салмағы. Дәстүрден айтып шығып кеттік қой. Мына Зеленскийдің мынау свитшертпенен жаңағы Англия патшасының кезігуі, мысалы, спорттық жейдемен келіп, Англияның патшасымен кезігуі, міне Нью-Йорк Таймста жарияланып отыр ғой. Нью-Йорк Таймстағы мақаланы міне сіздерге айтайын. Володимир Зеленский meets King Charles III in a sweatshirt дейді. The Ukrainian president continues to weaponize his wardrobe дейді. Енді бұл әңгімені қарасаңыз міне. Украин президенті дейді, өзінің киім шкабын дейді, киім шкабын қаруландырмақшы дейді. Көрдіңіздер ме? Жай спорт жейдесімен патшамен кезікіп отыр. Патша Англияда символдық сипаттағы мемлекет басшысы. Символдық, образды сипатта. Ресми ешнеңке шешпейді, бірақ Англия мемлекетінің басшысы болып қаралады. Енді қараңдар, февралдың 8-і күні Украинадағы соғыстың жыл мерзімі болайын деген кезде Зеленский қайтып келді. Және ол премьер-министр Сунақпен кезікті. Және кездесіп ол конгрессте сөйледі. Және ол Бухейм жаңағы палесте сөйлеген, Бухейм палесте Англияның патшасы Чарльз 3-менен кезікті. Тіпті бұл жерде ол өзінің соғыс кезіндегі басшы сипатын әйгілеп келді. Тіпті ол осы жерде өзінің жасыл түсті әскери киімін және Лова маркалы ерекше отрядтар киетін етігімен келді дейді. Міне, қысқасы бүкіл өне бой бірақ жаңағы әскери киім. Бүкіл тұтас өне бой бірақ әскери киім. Енді осыдан ақ Зеленскийдің бұл жерде қандай мақсатпен келгенін барлықтарыңыз білесіздер. Енді жаңағы Сунақпен кезіккені. Ол Зеленский бұл жолғы кезігуде Риши Сунақ. Сунақты білесіздер, қазіргі Англияның премьері, және оның ішкі кабинетінің мүшелеріне бағытталып келді. Ол ішкі кабинеттің мүшелеріне өзінің жаңағы керемет баяндамасын жасады. Ол Англияның басшысы Ришидің осыдан біраз уақыт бұрын
НАТО стандартындағы ұшақтарда Украин ұшқыштарын жаттықтыратындығын жариялағандығына алғыс айтты дейді. НАТО стандартындағы ұшақтарда Украин ұшқыштарын жаттықтыратындығын Англияның премьер-министрі Сунактың жариялағанына алғыс айтты дейді. Енді күтеміз. Қашан беріледі, иә? Енді қараңыздар, өткенде Америкаға келіп, әуе кеңістігінен қорғаныс жүйесі патрульдік ұшты аламыз деп сұрап кеткендігін біз лекциямызды аударып отырып жеткіздік. Енді мына жолда егер бомбалаушы ұшақтарды, файтер жеттерді алатын болса, онда Путиннің ажалы таяды деген сөз. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да. Лайк бассаңыздар, шындан көңіліме бір келді.